ашық сабағымыз геометрия 8-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы трапеция және трапецияның ортасығы деген тақырыпты бүгін ашық сабақта өтеміз. Бірінші сынып оқушылар топқа бөлініп алды. Төрт топқа бөліндік. Ал бөлінемізді. Бірінші топ көкке, екінші топ қызылға, үшінші топ жасылға, төртінші топ сарыға деген. Алдымен біз топқа бөліндік. Енді топтың топ басшысын сайлайық. Ол сайлау үшін қаламсап әдісі бойынша қаламсаптарымызды жинап аламыз. Ішінен бір қаламсап қалғанда сол оқушы топтың басшысы болады. Топ басшысы топ басшыларына бағалап қарағым беремін. Балалар, өткен сабақты кім қайталады? Қазір мен сіздерге шығарамын тақтаға. Өткен сабақта кім сұраққа жауап берді, соған плюсті салып отырасыздар. Түсіндіңіздер ме? Келесі қазір есептер шығарған кезде ол топ бойынша есептер отырасыздар. Енді тақтағанымыз балалар. Оқушылар тақта қараймыз. Өткен сабақты пысықтау барысында сұрақтарды қоямын. Қазір сіздерге бірінші топқа барамыз. Сұрақ қойылады. Сіздерге қайсырақ түседі, соған жауап бересіздер. Бірінші топқа ромба дегеніміз не? Барлық қабырғалар тең параллелограмм. Барлық қабырғалар тең параллелограмм. Параллелограмм дегеніміз не? Қарама-қарсы қабырғалар қосылыстан тең болатын бұрыштар параллелограмм дейміз. Үшінші топ жасылдар тобы. Төртбұрыштың ішкі бұрыштарының қосылысы неше градусқа тең? Төртбұрыштың ішкі градусы 10 бұрыштар 360 градус. Ішкі бұрыштардың қосылысы 360 градусқа тең. Төртінші топқа қандай сұрақ түседі екен? Ромбының қарама-қарсы бұрыштары тең бе? Қарама-қарсы бұрыштары тең. Дұрыс. Бірінші топқа үшбұрыштың орта сызығы табанының жартысына тең. Табанның жартысына тең. Дұрыс қой оқушылар? Иә. Ашамыз оқушылар. Жақын жазамыз. Трапеция, трапецияның ортасы. Бүгінгі трапецияның ортасы. Бүгінгі оқу мақсатымыз, сабақта оқу мақсатымыз трапецияның анықтамасын, түрлерін және қасиеттерін білу. Екінші трапецияның орта сызығының қасиетін дәлелдеу және қолдану. Трапеция дегеніміз, балалар қараңыздар. Трапеция дегеніміз ода төртбұрыш. Біз төртбұрышты неше түрде өттік? Оқыртыр. Ромбы төрт түрі бар, төртбұрыш. Енді бесінші түрі біз трапециямен танысамыз. Трапецияда ол төртбұрыш болады. Трапеция дегеніміз балалар қарама-қарсы қабырғалары, екі қабырғасы параллель емес төртбұрышты трапеция деп айтамыз. Трапеция дегеніміз қарама-қарсы екі қабырғасы параллель, басқа екі қабырғасы параллель емес болатын төртбұрышты айтамыз. Яғни әрмен маңызын алдымызда тұрған трапеция. Трапецияның екі қабырғасы параллель болады деп қоя. Екі қабырғасы не болып тұр? Параллель болып тұр. Ал екі қабырғасы параллель емес болып тұр. Осы төртбұрышты трапеция дейміз. Ал трапецияның параллель екі қабырғасын, оны табандары деп айтамыз. Табандар. Ал параллель емес екі қабырғасын бүйір қабырғасы деп айтамыз. Түсінікті ме? Яғни балалар, біз төртбұрышты төрт төбесі бар екен білеміз. Төрт төбесін төрт үлкен әріппен белгілейміз. Яғни А, Б, С, Д трапециясы. А, Б, С, Д трапециясы. Сонда бұл жердегі А, Б мен С, Д, яғни параллель емес қабырғасы. Параллель емес қабырғасы бұл бүйір қабырғалар деп аталады. Яғни А, Б, С бүйір қабырғасы. Ал А, Б және С, Д. Б, С мен А-ды ол недегі? Табандары. Параллель екі қабырғасы бұл табандары. Түсіндіңіз ба? Ал енді ағай, мына суретке қараңыздар, биіктік дегеніміз не еді балалар? Төбеден табанға бұрыш жасап түсеміз. Яғни қараңыздар, А, Б, С, Д трапециясы
трапециясының В төбесінен алды табанына 90 градус бұрыш жасап түсірілген биіктік, яғни биіктік. Мынаны H деген VH. Бұл VH биіктігі болады. Оны білеміз ғой, әрбір өткенде төрт бұрыш параллелограммда да, ромбыда да айттым да, айттым. Диагонал дегеніміз не? Диагонал дегеніміз, иә? Қарама-қарсы төбелерін қосатын түзу, ол не деп аталады? Диагонал. Яғни қарама-қарсы төбесі А-ға қарама-қарсы төбе, С-ға қарама-қарсы төбе. Яғни А-сы мен бұның несі диагонал екен, диагонал. Енді трапецияның түрлеріне келейік. Трапецияның бірінші түрі қабырғалары әртүрлі трапеция, яғни төрт қабырғасы да әртүрлі ұзындыққа келетін болса, онда ол қабырғалары әртүрлі трапециялар болады. Біріншісі, қабырғасы тең болса, бұл тең бүйірлі трапеция деп аталады. Тең бүйірлі трапецияның тағы да мынандай түрлерінде болады. Ұзын, яғни бүйір қабырғалар ұзын. Енді үшінші түрі тікбұрышты трапеция. Тікбұрышты трапецияның бір бүйір қабырғасы тік болады. Бір бүйір қабырғасы тік болады. Түсіндіңіздер ме? Тік деп отырғанымыз, яғни 90 градус бұрыш жасайтын тік болады. Онда бұл тікбұрышты трапеция болады. Тікбұрышты трапеция. Мынау да тікбұрышты трапецияға келеді балалар. Қараңыздар. Мына екі қабырғасы параллель, мына екі қабырғасы параллель емес. Бұл да, яғни бір қабырғасы табандарына не болып тұр? Перпендикуляр болып тұр. Тіке түсті, перпендикуляр. Онда бұл да тікбұрышты трапеция деп аталады. Ал мынаны қараңыздар. Мынау да трапеция балалар, қараңыздар. Бірақ бұл трапецияның қараңыздар. Төрт қабырғасы әртүрлі болғандықтан бұл қабырғалары әртүрлі трапеция болады. Түсінікті ме? Жақсы, ары қарай тең бүйірлі трапецияның қасиеттеріне келіп қалады. Тең бүйірлі трапеция, жаңа айттық қой, тең бүйірлі трапеция дегеніміз не еді? Бүйір қабырғалары тең болатын трапеция, ол тең бүйірлі трапеция деп аталады. Яғни белгілейік. А, В, С, Д, бұл не? Тең бүйірлі трапеция. А, Б, С, Д, тең бүйірлі трапеция. Енді қараңыздар балалар. Бұл жерде А, В, С, Д, бұл қандай қабырғалар еді? Бүйір қабырғалар. Ал А, Д мен табандар. Асы мен бұны несі? Асы мен диагоналдары. Осылай айттық та біз тең бүйірлі трапецияны. Енді қараңыздар балалар, төрт бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы нешеге дейін? Трапецияның бұл төрт бұрыш. Сондықтан ішкі бұрыштарының қосындысы болады. Енді қараңыздар балалар, тең бүйірлі трапецияның диагоналдары тең сары. Сосын тең бүйірлі трапецияның диагоналдары. Оның бесігі тең сары ғой. Диагоналдары тең болады. Тең бүйірлі трапецияның диагоналдары не болады? Тең болады. Асы мен бұры тең болады. Енді қараймыз балалар. Табандағы бұрыштары тең болады. А бұрышы мен Б бұрышы тең. Б бұрышы мен С бұрышы тең. Б бұрышы мен С бұрышы тең. Енді біздер параллелограмда айттық қой, параллелограмда бір қабырғасына іргелес жатқан екі бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең еді. Тең бүйірлі трапецияда да бір қабырғасына, бүйір қабырғасына іргелес жатқан бұрыштардың қосындысы А мен бұның қосындысы 180 градусқа тең болады. А мен бұның қосындысы 180 градусқа тең болады. Немесе С бұрышы мен Д бұрышының қосындысы 180 градусқа тең болады. Тек қана бүйір қабырғасына іргелес жатқан екі бұрыш. Бүйір қабырғасына іргелес жатқан екі бұрыштың қосындысы 180 градусқа тең болады. Кесіп пе? Мына жерде айтып едім. Мына бұрыш пен мына бұрыш тең. Табандағы бұрыштар тең. Міне табандағы бұрыштар тең. Түсінікті ме? Ары қарай ортасы сызық дегеніміз балалар.
büyük kaburgalarının devletinin және büyük kaburgalarının түзу. Енді трапецияның ортасығы болады, қараңдар. Трапецияның ортасығында бірінші трапецияның ортасығы бүйір қабырғаларын ортасын қосатын кесілді. Яғни абының ортасын және сыдының ортасын қосатын кесілді. Бұларды F деп қояды. Яғни E нүктесі абды екі бөлікке бөледі. F нүктесі сыдыны екі бөлікке бөледі. Яғни бүйір қабырғалардың ортасын қосатын кесілді. Ортасы. Және ортасы табандарына не болады? Параллель болады. Және ортасы сол табандардың қосындысының жартысына тең болады. Бірінші ереже EF ортасығы. Яғни бүйір қабырғаларының орталарын қосатын кесілді. Яғни E нүктесі A'ның ортасы, F нүктесі сыдының ортасы. Кесіп қояды. Екінші орта сызық табандарына параллель болады. Орта сызық табандарына не болады дедім? Параллель болады. АД табанына және БС табанына не болады дедім? Параллель. Үшінші трапецияның ортасығы табандарының қосындысының жартысына тең болады. EF ол АД табаны мен БС табанының қосындысының жартысына тең деген ереже бар. Түсіндіңіздер ме балалар? Осы үш қасиетін біз ортасыздықтың қасиетін білуіміз керек. Ал жазалыңыздар. Есептерді топ болып шығарамыз. Қай топ жазады? Бірінші есеп. Сүйір жүріші 38 градус болатын күшті трапецияның оған бұрышын қабыз етеді. Трапеция саламыз, күшті деген. Бүйір қабырғасы қойылып, мынақа 90 градустар белгілейміз. Мына сүйір бұрышы дегеніміз мына ол 38 градус. Мынау 90 градус болса, мынау да 90 болса, бізге мынаны табу керек. Мынаны табу үшін, осы үш бұрышын табу үшін, осы үшінің қосып 360-тан алыстаймыз. 68 демесе, тағы да екінші жол қалай болады? 180-ден 38 90 болады. 142 градус. Бұғал шықты ма? Бұғал шықты. Жақсы жазаламыз оқушылар. Есепті жазып болса, мен екінші есепке көшейін. Кім шығады? Келіңіз. Әйгерім келіңіз. Бірінші. Теңбелгі үш бұрыштың табанына параллель орта сызығы 3 см, үш бұрыштың периметрі 16 см болса, онда оның қабырғаларын табылды. Бірінші үш бұрыш сызамыз. Табанның параллель ортасы. Периметрі 16 см тең. Сосын орта сызығы 3 см. Астына табу үшін үшті екіге көбейтеміз. Бізде 6 см шығады. Осы қабырға АБ мен БС-ны табу үшін АБ тең БС. Себебі АБ мен БС-ны неге? Ол бүйір қабырғасы. Осы тегді, периметрі 16 см. Сол үшін 16-дан 6 алғанымызда 10 см шығады. Және оны 2-ге бөлеміз. Өйткені АБ мен БС бір-біріне тең. Сол кезде 5 см шығады. Жауап жазамыз.
осы жерде Б H және С Е биіктер болғаннан кейін олар бөледі және де осы жерде олар әрқайсысы 4 сантиметрге берілген және осы жерде H-та 10 сантиметр екен ал жерді 4 сантиметр. Сонымен кіші табан нешеге тең болды? 6 сантиметрге тең болды. Дұрыс па оқушылар? Жақсы отырамыз. Келесі жазып аламыз ба оқушылар? Айтып тұрамыз. Трапецияның табандары 5-2 қатынасындай 5x деп аламыз. Ады табаны, сосын бұсы 2x. Олардың айырымы ады 5x, бұсы айтып отырамыз. Бұсы 2x. Енді олардың айырмасы 18 сантиметрге тең. Енді бізге трапецияның ортасын табу керек. Ады мен бұсын тауып аламыз да, ұзынығы ады неге тең? Ады 30-ға тең. 30 сантиметр. Ал ортасын табу үшін істейміз. Енді ортасын табу үшін 2 сонда ортасы нешеге тең? 20. ЕФ сонда нешеге тең? 21 сантиметрге тең. Жауап жазамын. Бірінші табан екіншісіне 4 есе артық десе, оны астыңғы табанына осылай жазамыз, ал мына жерге алмас қоямыз. Онда бұл жерде біз үшке құрамыз. Трапеция ортасы 7 сантиметр, ал табаны екіншісіне 4 сантиметр. Табандарын табу керек. Трапецияның табандарын қосып не істейміз? 2-ге бөлеміз. Яғни кіші табан нешеге тең? 5-ге тең, да? Ал үлкен табаны 9-ға тең. 9 сантиметр. 5 сантиметр. Жақсы жазып аламыз оқушылар. Сіздерге алдарыңызға трапеция, тікбұрышты трапеция және теңгелі трапеция береді. Фигураның төбелерді белгілейсіңдер, қай өздерін әріппен белгілейсіңдер, кез келген әріппен қабырғаларын жазасыңдар, диагоналдарын жазасыңдар. Әртүрлі бір-бірден береді. Тесте жазаларыңыздар. Пысықтау сұрақтары бүгінгі тақырыпты пысықтау сұрақтары. Менің қолымда білім шамы тұр. Осы білім шамын сіздерге қазір таратып беремін. Өздеріңіз бүгінгі сабақ сіздерге қалай болды? Тақта қараймыз, рефлексия. Еш нәрсе түсінбедім десеңіздер жазыңыздар. Толықтыратын жерім бар десеңіздер, оны жазыңыздар. Барлығы түсінікті десеңіздер, оны жазыңыздар да. Мына қарап, білім шамын жағамыз жерге розеткеге. Мына шамды әкеліп осы жерге жабыстырамыз. Яғни түсінбедім дегендер қызылға, толықтыратын жерін көп дегендер сарыға, барлығы түсінікті дегендер жасылға жазып тапсырамыз. Ілеміз.
тапсырманы есепті күйге аламыз. Топташылары, топтарымызды бағаласаңыз, келесі бағалаңыз. Біздер бүгін сабаққа қатысты биология әлем, Егибай Гаухар, Ербол қызымызды. Неше қоясыз? 10, по-моему, Үшеуіне ме? Басқалар қосқаншы ба? олар көмектесіп отыр бізге. Рахмет.